Бізде қонақта Человек-паук. Тамақтан дәм татыңыз, Дарын мырза. Тамақтан ішіңіз. Баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін сіздермен дәл осылай горох сорпасын жасайтын боламыз. Ендеше бірге бастайық. Ең алдымен қажетті заттарымызды дәл осылай дайындап алатын боламыз. Және де горохқа жарты шай қасық ас содасын салып, ыстық сумен 20 минут уақытқа қойып қоятын боламыз. Оған дейін қажетті өнімдерімізді рет-ретімен қуырып дайындап алатын боламыз. Бұл жалпы горох 2 сағат уақытта езіліп піседі. Сол 2 сағаттың 1 сағатын үнемдеу мақсатында осы тәсілді қолданамын. Сіздерге де дәл осылай жасап көруге кеңес беремін. Қазанымызды отқа қойып, дәл осылай етімізді қызарғанша қуырып алатын боламыз. Сонан соң пиязымызды салып, сарғайтып қуыратын боламыз. Сәбізді әркім әрқалай кесіп жатады. Мен осылай теркадан өткізгенді ұнатамын, себебі балаларым сәбізді онша ұнатпайды. Сондықтан майда болу үшін дәл осылай теркадан өткізетін боламын. Жақсылап қуырылған тағамымызға салатымызды салып, жақсылап қызартып қуыратын боламыз. Қайнаған суымызды құйып, баяу отқа басып қоятын боламыз. Сонан соң картобымызды салып, баяу отта қайнатып алатын боламыз. Сонан соң горохтың суын төгіп, дәл осылай қазанымызға салатын боламыз. 30-40 минут көлемінде тамағымыз дайын болады. Горохтың жалпы пісуіне, езіліп пісуіне 2 сағаттай уақыт кетеді. Сондықтан сіздерге кеңес беремін. Дәл осы мен жасаған әдісті қолданып көріңіздер. Сонда 1 сағат уақыттарыңыз үнемделетін болады. Осылай укропты және де тұзды татымына қарай салатын боламыз. Сорпамыз дайын болды. Аптасына 1 мәрте жасап көруге кеңес беремін. Дәл осы мен жасаған әдіспен жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Арнама жаңадан қосылған жандар болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетулеріңізді сұраймын. Қош сау болыңыздар. Человек-паук мырза, тамақ қандай болыпты? Дәмді. Ас болсын. Ас болсын. Артықы кетіңіз. Сізге лайк басып кеттіңіз.